Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті көрермендер, біз қазір Ақтөбе қаласында Нұрдәулет мешітінде отырмыз. Алланың қалауымен осы жерде бір мұсылман бауырымызбен таныстық. Ол бауырымыз Индия елінен келген, есімі Шахид Шах. Иә, сонымен қазір кішкене сұхбатымызға сіздер енді назар аударыңыздар. Ассаламу алейкум Шахид Шах. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху магфиратуху дайман абада. Машаллах. Есіміңіз кім болады? Біздің есіміміз Қайрат, сіздің есіміңіз кім? Менің есімім Шахид. Шахид. Фамилия Шах. Шахид Шах. Аты жөніңіз және фамилияңыз. Сіз Ақтөбеде неше жыл тұрып жатсыз? Ана 3 жыл болды, 4-ші басталды. 4-ші басталды. Бұл жерде жұмыс істейсіз бе, оқу оқисыз ба? Жоқ, оқып жатырмын. Қай жерде оқисыз? Медицина университетте. Медицина университеті, машаллах. Марат Оспанов атындағы медицина университетінде. Батыс Қазақстан. Қазақшаны осы жаққа келгесін үйрендіңіз ба? Да, осы жерде үйрендім. Қазақшаны үйрену қиын емес пе? Жоқ, менің үшін қиын емес, бірақ басқа балалармен қиын болып жатыр. Солай. Бірақ үйреніп алдыңыз, иә? Оны қалай, кітаппен үйрендіңіз бе, әлде адамдармен сұхбаттасып үйрендіңіз? Екеуімен үйрендім. Бірінші кітаппен үйрендім, сосын адамдармен сөйлеп үйрендім. Енді бізден сұрақ, қазақ тілін сөйлеу қиын емес пе? Жоқ, қиын емес. Сіздерге жалпы Қазақстан ұнай ма? Ұнады. Ұнады ма? Қазақстанда дін қалай? Күшті. Күшті ма? Машаллах. Ханафи Матурidi. Машаллах, Алла разы болсын. Енді бізде кейбір бауырлар бар, кезінде қазақша сөйлей алмай, орысша сөйлеп кеткен қазақтарға қандай кеңес айтасыз? Қандай? Орысша білесіз ба, білмейсіз? Мен кімге кеңес айтуға, бірақ сөздер айтамын ғой, ана Қазақстанда тұруға, қазақ тіл сөйлей аламыз. Егер сөйлеміз, жақсы болады, бір-біріне бауыршылық болады, сосын бір-біріне жүрек қосуға болады, байланыста болады, айналуға болады. Өйткені бізге бір-бірімен өзін тілде сөйлеу керек. Әр ұлт өзінің тілінде сөйлеу керек дейсіз. Ал енді сіз қазір қазақ тілін үйренгелі, қазақтың мәдениетімен, қазақтың салт-дәстүрімен танысып жатсыз ба? Да, мен бауырсаққа бардым, қонақ болдым, бауырсақ жедім, қымыз іштім. Машаллах. Қымыз ұнады ма? Ұнады, қымыз Бауырсақ ұнады. Енді домбыра үйреніп жатырмын, домбыра тартуға қараймыз. Машаллах. Кім үйретіп жатыр домбыра тартуға? Үйретіп жатсыз. Оны ұстазыңыз бар ма? Ұстаз жоқ. Өзіңіз үйреніп жатсыз? Өзіңізге қиын болып жатыр, бірақ ұстаз тауып аламын. Иншалла. Иншалла. Ниет